Сәлем достар, қалай жағдайлар достар? Итерсу қалай итерсу достар, тыңқиту. Итеріп атсыңдар ма бір-біріңді? Жалап, былжыратып, тістеп, сорып. Қыздар қалайсыңдар, қыз келіншектер? Тұрсынбек не істеп атсыңдар Тұрсынбекті? Еркектер жағы қалайсыңдар? Екі артты былжыратып атсыңдар ма жалап? Жалау керек достар. Бүгін мен мына Гүлжанат досыма бүгін тағы да келген, кездесейік деп. Ол айтты, маған бір танысым бар деді. Мына домда тұрады деді, мына неде. Сосын мен қарап тұрғаным, міне өзі оранып жүретін қыз екен. Бай жоқ, байдан айырылысқан қатын ғой енді. Вот сол қатынды, сол қатын керемет итерсет деді. Кейде намаз оқиды дейді, мен түсінбедім. Намаз оқиды, еще итерсет. Пиво ішеді деді. Не де болса да осы қызды, осы қатынды итерейін деп келдім енді. Намазхан қатын дейді ғой енді. Намазханды бір итеріп көрмей бердім енді бір. Енді былжыратып бір жалап берсем. Жалап берсем өзіне өзі береді ғой, бермей қайтеді енді. Бермей қайтеді енді. Адамдарды өтіп жатырмын, емес скамейкеде отырмын міне. Жан жақтан адамдар өтіп жатыр. Не де болса да осы қатынды бір итеру керек достар. Қазір итеру үшін мен тұрмын міне келіп. Тұрсынбекті уқалап отырмын. Тұрсынбекте тұрмай жатыр. Кешеде қатынды итеріп едім. Итергем жоқ, жалап бердім. Сосын одан қатыным шамалы сорып берді. Сосын траш етіп өз қолмен ағызып берді. Мен айттым, мен құрсын ағыз деп енді. Или итергіз, или ағыз дедім. Сосын мейлі деп ағызды. Сол енді. Бүгінде енді міне түнімен өзім ұйықтай алмадым. Ұйқы жоқ құрсын. Сол мына қатын енді бір итерейін деп. Сол мына Гүлжанатты өзің бір итерейін сен дедім. Гүлжанат қонақ келіп тұр дейді ғой, мына жағым келіп тұр дейді ма, соған енді жақсы деп. Мына келіншек досым подружкамды бір итеріп көр деді. Аузына алмайды деді. Енді аузына білмеймін. Мен аузына алмайтын адам жоқ қой, бәрі де алады ғой аузына. Енді бір жалап берем, жақсылап енді бір. Мына жағы қандай екен көреміз енді. Ол намазханның оранып жүрсе енді көтерін таза шығады деп ойлаймын. Көтеріне қарамаймын ғой, боқ болса да жалай береміз ғой. Бір жалап үйретіп алсам, кейін өзі бір нетеді. Көнеді ғой кейін. Енді жалаған деген керемет қой достар. Еркектер жағы жаламағасын. Ол жалағанда тілді тигізу емес, мен мықтап жалау керек қой, мықтап. Былжыратып ана деп пырылдатып жалау керек жақсылап. Ана екі бұлқыны ашу керек. Бұлқыны ашып тұрып жалау керек қой. Тілді тығып, мұрынмен үйкелеп пырылдатып. Сол кезде болады. Так бұлай жалаған емес қой құрсын. Кейбіреулер тілді тығады, тілінің ұшын тигізеді. Ол жалаған емес достар. Жақсылап тілменен умаждап, еріммен тістеп, еріммен тістеу керек, тіспенен жеңіл тістеу керек. Ана екі ерінді, екі тесікті тістеп былжыратып, суын шығарып, суын жұтып, ішеп сол жерде қою су шығады. Соны жақсылап істеу керек қой достар. Істемесе болмайды ол. Жақсылап істеу керек. Солай қыздар, келіншектер, еркектер сендердің құлағыңа алтын сырға жақсылап жалау керек. Былжыратып, қыз келіншектер жағы сендерге де алтын сырға жақсылап сорып берулерің керек енді. Бұл сормаса болмайды енді. Сору керек қой Тұрсынбекті. Тұрсынбекті тістеу керек жақсылап. Кейбір Тұрсынбектер тұрмайды енді. Маған ұқсаған жас үлкендеу ағаларыңдікі. Сосын Тұрсынбекті жақсылап тұрғызу керек.
Құрсын Тұрсынбекті әңгіме көп қой айта берсек. Иә, сондай достар. Қазір болса отырмын енді осы қатынды бір итерейін деп, енді бір итермесем енді. Иә, мына керемет қатындар өтіп жатыр енді, иә. Керемет деген қыз келіншектер өтіп жатыр, мына көттердің гүлінген әдемі қыздар. Көтті ашып қойып жоласаң шіркін. Ұрылмаған көтендерді енді белгілі ғой. Ұрылмаған көтендер талтаңдамайды. Көтені қосылып тұрады ғой. Көттен беріп қалғандар, көтені ұрылғандар, шамалы көтеннің екі ортасы ашықтау болады. Мында көтендер енді ұрылмаған көтендер ғой. Осындай көтендерді жалау керек негізі. Итеру емес, жалау керек. Жалап үйрету керек та, то бірден итерсең ол ауырады ғой. Бірден көтеннен итеруге болмайды. Әуелі жалау керек, жақсылап пұлшыратып, иә. Кейін шіркін, иә. Кейін ұрсақ болады көтеннен, иә. Мен алдын сөйтіп жүрдім, иә. Негізі бірден ұруға да болады, но бірақ ауыртады бірден ана. Уқалап бармақты тығып, тілді тығып, тілді тығу керек, бармағымыз тілді тығып нетсек керемет болады, иә. Тілді тығып тілді тығып істеу керек достар, тілді тығу керек. Сол кезде ғана болады. Так бұлай болмайды. Иә, сондай достар. Итеру керек, жалау керек. Иә. Ұйқым келіп кетті, кеш болды. Ұйқым келіп, ұйқы қысса да қартайды жас емеспіз. Баяғыда жүре беретін ек. Түнімен итеріп, күндізде итеріп, енді қазір уже түнде itергесін, түнде ағызғасын, күндіз шаршаймыз. Жас елуге келді ғой енді, қайтеміз енді, қартайдық. Иә, сонымен осындай жағдай достар. Сендерде қалай болып жатыр? Итеріп жүрсіңдер ма? Жақсылап итеріп, бұлшыратып. Негізі бұлшырату керек қой. Менде де плақ бұтырсиімде. Плақ бұтырсиға бұтындасып, плақ бұтырсиде ана қысып тұрады. Тұрсында қысылып тұрады, плақ бұтырсидің ішінде. Вот сол плақ бұтырси кию керек достар, плақ бұтырси. Анау мына үлкен хозяйственный тұрси ол қопылдап тұрады ол. Тұрсынбек салбырап тұрады ол. Тұрсынбек қысылып тұрса әдемі кайып алып тұрады да, қысылып өзіне өзі. Плақ бұтырсиден. Сол үшін мен плақ бұтырси киіп жүрем, қыздар. Плақ бұтырси негізі керемет, иә. Сол өткенде Гүлжанатта сол плақ бұтырсиімді умаждап, плақ бұтырсидің сыртынан тістеді ғой. Плақ бұтырси шешпей ақ сыртынан тістеп, суырып, иә. Сыдықтың сасып тұрғы дейді, қайтейін енді плақ бұтырси қысып тұрғасын, күнде ыстық. Сиген кезде бір-екі рет тыраштетіп нетеміз, соңына дейін 5-6 тамшы қалады ғой. Плақ бұтырсиге ағып кетеді тамшылар. Сонымен қайтейін деймін жаным, мен де сенікін көтенің боқтарын жалап беріп жатырмын ғой деймін. Ол да күліп қояды, деп. Сол достар, жақсылап бір-бірімізді жалайық. Сол кезде мықты аффирмация болады, медитация болады, өмірде өзгереді. Итерсу керек достар, итерсу керек, итеріспесек болмайды. Осылай мен сияқты домның астына келіп күтіп тұрыңдар көтендерді. Көтендерді қайтсын енді, оларды да жалау керек негізі. Жалайтын еркек жоқ қой қазір. Маңқа еркектер жаламайды ғой. 5-6 рет тыққанына мәз болады. Негізі жалау керек. Любой көтенде емес, любой қыз келіншекті жалау керек, дұрыс па? Әлде қате ме? Қате болса жазыңдаршы кәне. Өз пікірлеріңді описаниеге қате деп. Ұнамайтын адам жоқ, бәріне де ұнайды.
ұнамайтын, жалағанды ұнатпайтын қыз келіншек болмайды, бәріне ұнайды достар. Осындай жағдай достар. Мен жаймен жүре берейін, уже 10 минут болды. Мен бұлшылдап сөйлеп отырғанда 10 минут болып қалады уже. Ал давай достар, мен жайлап шыға берейін. Жайлап шыға берейін, мына жерде уже жаймен адамдар келіп бастады. Жиналайын құрсын енді. Бұлай отырғанын бір көріп қойып та айтып жүре құрсын. Иә. Осындай жағдай достар, аман болайық, итерсек.